Задержканың негізі екі түрі бар. Біріншісі, ол нормотипичный балалардың сөйлеуінің кешігуі. Екіншісі, ол рас. Біз қалай ажыратамыз? Егер сіздің балаңызда задержка бар, сөйлемейді, сіз күмәнданатын болсаңыз, балаңызда аутизм бар ма, жоқ па? Ол кезде сіз балаңыздың ойнауына қараңыз. То есть, если сіздің балаңыз өзімен қатарлас балдармен ойнап, ымдап, дындап, түсінбесе де, әйтеуір ойын білдіруге тырысып жататын болса, коммуникацияға кіріп жататын болса, значит, сіздерде, скорее всего, темповая задержка речевого развития. То есть, баланың, біз қолдан жасаған ЗПР деп атаймыз онша, то есть, баламен дұрыс жұмыс жасамағанның кесірінен бала даму жағынан артта қалып жатыр деген сөз. Ал егер сіздің балаңызда коммуникацияда проблем болатын болса, басқа балалармен ойнамаса, үлкендермен контактіге түсе алмаса, өзімен өзі жүретін болса, стимдар болатын болса, тогда, скорее всего, сіздерде рас болуы мүмкін. Егер сізде күмән болатын болса, Google-ға М4 тест деп жазатын болсаңыздар, сол жерде тест шығады. Именно на первые признаки аутизма. Алғашқы 18 айдан бастап сіздер тапсырып көріңіздер. Егер сіздерде высокий риск шығатын болса, средний риск шығатын болса, міндетті түрде сіздерге маманнан консультация алып, ертерек баламен коррекция бастауыңыз керек. Если легкий степень шығатын болса, онда не үшін ЗПР болып жатыр, соны анықтап, тоже баламен жұмыс жасауларыңыз керек.